Оқушылар сіздерге қағазбен жұмыс жасайтын болғасын, біздер көбіне мына сіздерге А4 қағазы, карандаш және сызғыш алып қойыңыздар деген едім, иә? Мына оқушылар мынадай етіп жартылап қиып сызып шықтық па? Бәріміз көрсетейік. Мына қақ ортасынан диагоналінен төртбұрыштының қақ ортасынан бүктедік, иә? Мына ұзыннан келгенде, мына төменгі жағынан бастап, қошқар мүйіздің бейнесін салдық. Енді қайшымен қиятын кезде қауіпсіздік сақтау ережесін сақтаймыз, балалар. Теріге өте қатты жақындатпаймыз, қайшыны ашық тастамаймыз. Білесіздер? Сондықтан қайшыны кішкене теріден алшақ ұстай отырып, айналдырып, кейбіреу ұшынан бастайды, иә? Кейбіреу төмен жағынан бастайды. Өздеріңізге ыңғайлы жақсы алып аласыздар. Мына оқушылар ашқанда осындай қошқар мүйіз шықты ма? Мына мен екі түрлі мата алдым. Қараңыздар. Біреу қоңыр мақпал мата, екіншісі ашық көк мата, иә? Осы ашық көк матаны мына қоңырдың үстін ашады, сондықтан да мен осының үстіне ою салатын болам. Сондықтан да енді қазір мен ою салар алдында жалпы мен мынаны бүктеп алам. Бүктеп теріс жағынан оюды үлгісін қоямын. Міне жаңа жарты үлгімді, бүктеген үлгімді мына шетіне қарай қоямын. Ыңғайлап алам. Қақ ортасынан бастамаймын. Мына қақ ортасынан бастамаймын. Мына алға қарай жылжытып алам. Өйткені матаны артық ысыраптаудың қажеті бола қоймайды, иә? Енді қараңыздар оқушылар, мен үлгіні қойып отырмын. Бұл қиған үлгіміз күнделікті өмірде пайдаға асатындай болса, өте пайдалы. Сондықтан да мақпал жылжып кетпейді, иә? Біз алып жаңағыдай қарандашымызбен сызып аламыз. Қараңыздар балалар, мен мына матаға, екі бүктелген матаға мен жаңа сызбамды түсіріп алдым, оюдың үлгісін салып. Енді осыны мен қиып шығам. Енді матада қию деп аталмайды, оны қырқу деп аталынады, иә? Сондықтан да қию үшін қайшы жақсы өту керек. Өйткені мақпал матада кішкене болса да не іртік пайда болып кетуі мүмкін, иә? Жеткілікті. Енді мына артық маталарды айналамызды артық жинақтап отырамыз. Мына. Мына оқушылар қолмен жаңағы матаға түсіргенде мынадай болды, иә? Мына тігіп шығарамыз. Біз әлі алдағы уақытта ою өрнектердің түрлері туралы, осындай машинкеге отыру, ою өрнектер жабыстыру тәсілдерін біз әлі алда үйренетін боламыз. Біздер қазақтың қыздары ою өрнекті жабыстыра алмаса, ою өрнектер
мен жұмыс жасау алмаса бұл дейтін қазақтың қызына жат қылық. Сондықтан да сіздерге айтардың, ең басты қошқар мүйізді дұрыстап қиып үйреніңіздер. Ең бастысы, содан кейін оны көпшік тіс болсын, көрпе тіс болсын, оған дайындай беріңіздер. Жайлап сіздер өсіп келе жатсыздар, енді үйге жаңағы сән емес, әдемілікті, жинақылықты қажет етіледі. Иә, оқушылар. Сондықтан да көп рахмет, түсіндіңіздер деп ойлаймын.